Балалар, қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. 96-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы зат есімнің жекеше және көпше түрі. Бірінші жаттығуға қараймыз. Тақырыбына қарап, өлең мазмұнын болжа. Өлеңді мәнерлеп оқы. Өтірік өлең. Ақ тауыққа мініп ап, айға кеттім зымырап. Құйынынан тауықтың кетті бұлттар ыдырап. Ауыз әдебиетінен. Бұл не себепті өтірік өлең екенін дәлелде. Бұл жерде ақ тауыққа мініп айға зымырамайды және құйынынан тауықтың бұлттар ыдырап кетпейді. Бұл өтірік өлең. Енді өлеңнің ішіндегі зат есімдерді тауып, жекеше немесе көпше екенін айт. Бұл жерде зат есімдер тауық, ай, тауық, бұлттар. Тауық, ай деген бұл жекеше зат есім, бұлттар деген көпше түрдегі зат есім. 50-ші жаттығуға қараймыз. Орны ауысқан өлең жолдарын қалпына келтіріп оқы. Көгершін. Көк көгершін, көгершін, сөйтіп қолға үйренсін. Көгершін келер жем үшін, балалар жем себелік. Өлеңнен зат есімнің жекеше және көпше түрлерін тап. Өлеңді орын ауысқан жолдарды қайтып қалпына келтіріп оқып шығайық. Көк көгершін, көгершін, көгершін келер жем үшін. Балалар жем себелік, сөйтіп қолға үйренсін. Енді зат есімдер табайық. Көгершін, жем, қолға. Бердегі көгершін, жем, қол деген жекеше түрдегі зат есім, балалар деген көпше түрдегі зат есім. Бірінші жаттығуға қараймыз. Тірек сөздерді пайдаланып, көгершін бейбітшілік құсы тақырыбына мәтін құрастырып жаз. Бізге көгершін бейбітшілік құсы, хабар әкелген, себебі, ертеде, хат тасушы, алыс елдерден деген тірек сөздер берілген. Енді осы тірек сөздерді пайдаланып, көгершін бейбітшілік құсы тақырыбында мәтін құрастырып көрейік. Көгершін бейбітшілік құсы. Ел арасында көгершінді бейбітшілік, әділеттің құсы деп атаған. Себебі көгершін алыс елдерден хабар әкелген. Ертеде көгершін құсын хат тасушы құс деп санаған. Жаттығуға қараймыз. 52-ші жаттығудағы жаңылтпашты жадқа жаз. Торта қойдым, орта қойдым, орта қойдым, шорта қойдым. Жаңылтпашты жадқа жазамыз. 53-ші жаттығуға қараймыз. Мына бізге мензір бағытымен берілген сөйлемдерді оқып, тақырып етіп алып, мәтін құрастырып көр дейді. Мензір бағытымен оққан кезде бізде құстар біздің досымыз деген сөз шығады. Енді осы құстар біздің досымыз мәтініне кішкене мәтінді құрастырып көрейік. Құстар біздің досымыз. Құстар ерекше жаратылыс иелері. Құстардың адамдарға тигізер пайдасы мол. Ағаштарды құрт құмырсқалардан тазалайды. Кез келген құстың өзіндік ерекшелігі бар. Бірі әсем әуен салса, бірі бейбітшілік пен махаббаттың символы. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.